Енді бір осы жерде бір әңгімеңе тұздық болсын, айта отырайын. Еш жерде айтылмаған, жазылмаған инсайт. Реал Мадрид футбол клубы академиясын ашайын деп жатыр Қазақстанның территориясында. Машалла, қандай дүние, қандай керемет жаңалық бұл. Барселона Қырғызстанды ашыпты, онда біз Қазақстанды таңдаймыз. Более дамыған мемлекет. Осы жер футбол дамып жатыр. Өзі Европада, территориясы Азияда, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан бәрінің Реалдың фанаттарының барлығы сонда келіп ойнайды, балаларын сойға береді. Бірақ бір проблемасы бар. Жылына 30 мың ақш долларын төлеуіңіз керек. Оқу үшін. Байдың балалары оқиды деген. Қарын осындай қозы қарын шығып кеткен балдар оқиды деген. Аппақ кәдімгі шешен шашын жанына қарай қайыр болған. Болды басқа. Біліп тұрсың ба уже? Біліп тұр болды. Проект жаңағы сайын ба? Болды ма? Кер жоқ па? Болды. Бізде ше Атлетиконы ашты ғой. Атлетиконың президенті Тоқаев мырзамен кездесті болды. Иә. Ол не қылады айтпақшы? Талғарда осы 2-3 күн бұрын жарнамасы шықты ғой. Балалар қабылдаймыз деген. Атлетико болмайды сіздерге. Жайлап Мадрид қой ол да, бүйтпейді, ауысып кетесің ба? Енді қатты жақсы көрмейміз. Барса айтады жек көрмейміз бірақ. Бұл аша беді. Бір қазаққа пайда тисе не алмаймыз енді. Бірақ реалдың 30 долларлығы сәл ағаттық болыпты. Кім біледі, бірақ олар профессионально ашып жатқан шығар енді. Испаниядан бапкерлер келеді. Тайлы таяғымен келген ет олар енді. Олар сондай болуы мүмкін. Надальдың академиясына барып оқу 60 доллар болатын баяғыда, 60 евро. Яғни, пожалуйста. Қазір 100 мың арзан екен ғой. Енді негізінде ол ашылса үлкен жақсы дүние ғой негізі. Бір жылына 1-2 бала шығып тұрса, Дастан Сәтбаев құсап, мысалы үшін.